Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін сіздерге балықты қалай қуыру керектігін көрсететін боламын. Бірінші осылай майдалап кесіп аласыздар. Қалың қылып жібермеңіздер, өйткені арасы шикі болып қалуы мүмкін. Осылай барлығын кесіп аласыздар да. Сосын мына жерде сұйықтығын қосатынын дайындайсыздар. 2 жұмыртқа, 50 грамм су, 5 ас қасық ұн және тұз керек болады. Барлығын осылай таразда өлшеп істеп аласыздар. Қатты сұйық емес, қатты қою емес, осындай күшті масса дайын болады. Осыған аунатып, осы балықтарыңыздың барлығын қуырып аласыздар. Осы кезде майды қыздырып қойыңыздар. Сол кезде қызып тұрған майға саласыздар, бірақ кейін астын пәсейтіп, жай отта біраз уақыт пісіріп аласыздар. Өйткені балықтың пісуі сәл қиындау, алдым-салдым болмайды. Сол үшін осылай пісіріп аласыздар. Мына жерде пісіп шықты уже. Қып-қызыл қытырлақ күшті болып шыққан. Сіздер де дайындап көріңіздер.